Құрметті оқушым, бұл мәтін есептің берілгені мынадай. Алғашқыда бірінші қоймада 184 қап, екінші қоймада 208 қап ұн болды. Күн сайын бірінші қоймадан 8, ал екіншіден 11 қап ұн алып отырған болса, неше күннен кейін екі қоймада қалған ұнның мөлшері тең болады. Көрейік, бізде екі қойма бар. Бірінші және екінші. Біріншіде 184 қап ұн болды, екіншіде 208 қап ұн. Енді күн сайын бір күнде 8 қап ұнды алып отырамыз, күн сайын. Ал екіншісінен 11 қап ұн алып отырамыз. Мынадан азырақ аламыз, екіншісінен көбірек аламыз. Сондықтан қандай да бір уақытта олар теңеседі. Яғни, мына неше күннен кейін деп тұр ғой, сондықтан соны біз x деп алайық. X күннен кейін, X күнде біз қанша аламыз? 8, мысалы 2 күн болса 8 көбейту 2, 3 күн болса 8 көбейту 3. Сондықтан 8x, X күн, өрнек түрінде. Дәл солай 11x қап ұн аламыз. Сонда мынаны өшіріп тастаймыз. Екінші жолды. Сонда қалғаны қанша болады? Азайтамыз. Дұрыс қой? Азайтамыз. Сонда қалды. Бірінші қоймада 184 минус 8x, x күннен кейін. Ал екінші қоймада 208 минус 11x. Және олар теңесу керек. Қанша күннен кейін мөлшері теңесет деп тұр. Сондықтан x күннен кейін теңесет деп алдық. Сондықтан теңестіреміз. Енді x-тарды бір жаққа, сандарды бір жаққа жинаймыз. Мына жерде минус 8x, мына жақта минус 11x. Минус 11x-ті сол жаққа көшірейік. Плюс 11x болып барады. Сонда плюс 11x азайту 8x ол плюс 3x-ті береді. Коэффициенті оң сан. Дәл солай 184-ті оң жаққа жібереміз. Минус 184. Сонда плюс 11x азайту 8x 3x тең 208 азайту 184. Нешеге тең? 24-ке тең. X тең 24 3-ке бөле саламыз. 8. Яғни неше күннен кейін теңеседі екен? 8 күннен кейін теңеседі. Мына x-тің мәні 8 болды. Жауабы D болады. Тексеріп көруге болады. 184-тен азайтамыз. 8 күнде барлығы қанша аламыз біз? 64. 8 көбейту 8, 64. Сонда 184-тен 64-ті азайтсақ, 120 қап ұн қалады екен. 120. Екіншісін тексеріп көрейік. 208-ден азайтамыз. 11 күнде неше қап алынады? 11 көбейтілген 8 күннен кейін неше қап алынады? 11 көбейту 8, 88. Өйткені күн сайын 11-ді алып отырамыз. 208-ден 88 азайтсақ, әрине 120 қалады ол жерде де. Сонда екі қоймадағы қаптардың саны теңесті. Жауабы D дұрыс екен.